Қайырлы күн, құрметті көрермендер, ақпараттармен таныстырушы мен Дағуа Толғанай. Әуелі әл қиссасын айтайын, арнамыздан алыстамаңыздар. 12 наурыз күні жерлес жазушы, драматург, киносценарист Қалиқан Ысқақтың 90 жылдығына орай әдеби шығармашылық кеш өткізілді. Облыс орталығы Өскемен қаласында облыстық бокстан ашық турнир болып өтті. 12 наурызда мектебімізде 9-шы, 10-шы, 11-шы сынып оқушыларына Қатонқарағай және Үлкен Нарын аудандарының біріктірілген қорғаныс істері жөніндегі бөлімімен кездесті. Шығыс Қазақстан ғылыми әдістемелік дарын орталығының ұйымдастыруымен мектеп оқушылары арасында Махамбет оқулары байқауының облыстық кезеңі өткізілді. Мектебімізде наурыздың 13-інде ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында бұрымды қыз челленджі басталды. Наурызама концепциясы аясында мектепте 14 наурыздан бастап бірқатар іс-шаралар өз бастауын алды. Енді осы жаңалықтарға толық тоқталып кетсек, 12 наурыз күні Қатонқарағай ауданы білім бөлімі Топқайын ауылындағы Қалиқан Ысқақ атындағы орта мектебінде жазушы, драматург, киносценарист Қалиқан Ысқақтың 90 жылдығына орай әдеби шығармашылық кеш өткізді. Бұл іс-шараға 9 мектептен 18 оқушы қатысты. Аталған шараға біздің мектебімізден 10-шы сынып оқушысы Дағуа Толғанай көркем прозаны мәнерлеп оқу номинациясы бойынша бірінші орынға ие болса, 8-шы сынып оқушысы Бидахмет Силназ жазушыға арнау номинациясы бойынша 3-ші орынға ие болды. Жетекшілері Рүстем Саматұлы Рақышев, оқушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында жасөспірімдер және кіші жасөспірімдер арасында бокстан 45-ші орта бейімдік мектебінің 20 жылдық мерейтойына ұйымдастырылған бокстан ашық турнир болып өтті. Онда мектебіміздің оқушылары Болат Айсұлтан 32 кг салмақта бірінші орынға ие болса, Қабдышев Ислам 42 кг салмақта үшінші орынға ие болды. Жетекшілері Саят Сайранбекұлы. Мектептің жоғарғы сынып оқушыларына Қатонқарағай және Үлкен Нарын аудандарының біріктірілген қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы майор Қуатов Бауыржан Жұмаділдаевич жоғарғы әскери оқу орындарына түсу жайлы кәсіптік бағдар беріп кетті. Кездесу барысында оқушыларға әскери мамандықтардың ерекшеліктері, оқуға түсу шарттары және болашақ перспективалары туралы толық ақпарат берілді. Бұл кездесу жастардың отан қорғау жолындағы таңдауын айқындауға және әскери қызметке қызығушылығын арттыруға бағытталған. Осындай кәсіптік бағдар беру шаралары жастардың дұрыс мамандық таңдауына септігін тигізеді деп сенеміз. Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасының дарындылық пен қосымша білім беру орталығының жұмыс жоспарына сәйкес Шығыс Қазақстан ғылыми әдістемелік дарын орталығының ұйымдастыруымен мектеп оқушылары арасында Махамбет оқулары байқауының облыстық кезеңі өткізілді. Байқаудың басты мақсаты Махамбет шығармашылығын және оның туындыларын зерделеуді насихаттау, оқушыларды Қазақстан ұлы ақын және ойшылдарының шығармашылығына тарту болып табылады. Байқауға мектебіміздің оқушысы Адайқанова Қымбат Махамбеттің күйлері бағыты бойынша қатысты. Жетекшісі Гүлтас Ернісовна. Аталған додада Қымбат бірінші орынға ие болды. Құттықтаймыз. Мектеп парламентінің ұйымдастыруымен мектебімізде наурыздың 10-шы күні ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында бұрымды қыз челленджі басталды. Түзде мұрзаң үйде сырдың сөзі қылжаң еркесі. Ас құрасы мен кетірсем адам аулап сыпырасам байды жауға жетті. Наурызама концепциясы аясында өткізілетін наурыз мерекесіне арналған іс-шаралар аясында 14 наурыздан бастап мектебімізде бірқатар іс-шаралар өз бастауын алды. Бұл концепция наурызды тек көктемгі мереке ретінде ғана емес, сонымен қатар ынтымақтастық, жаңару, табиғат пен үйлесімділік және рухани тазару идеяларын біріктіретін маңызды құндылық ретінде көрсетуді көздейді. Мерекеден бейне сюжет.
Бүгін міне Ластаев атындағы мектепте көрісу күні амал мерекесі керемет тамаша өтіп жатыр. Бұл керемет мереке ата бабамыздың дәстүріне сай ежелден тойланып келе жатқан мереке. Бұл мереке қыстан аман есен шығып, көктемді қарсы алып, жаңару мерекесі. Сонымен бірге халықтың жаңаруымен бірге адамдардың арасындағы ізгілік, татулық, береке, бірлік нығайсын деген мақсатта өткізетін мереке. Мереке құтты болсын айналайындар, дендерің сау болсын, жұмыстарың ілгері болсын, әр уақытта осы оқытқан балаларыңның, шәкірттеріңнің тек қана қызығын көріп, мектептердің арасында ізгі мектеп, жақсы мектеп, жайлы мектеп атануларыңа шын жүрегімнен, аналық парызымнан тілектеспін айналайындар. Тату болыңдар, жақсы болыңдар, істерің ілгері болсын, аман сау болыңдар. Бүгінге осы ағайын, келесі аптада кездескенше аман болыңыздар. Апта жақсы жаңалықтарға толы болсын.